Құрметті оқырман, әңгімен тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Әже татарды неге сонша жақсы көресің? Өткен ғасырдың 80-ші жылдары біздің ауылда бір татар тұрушы еді. Әлгі татар балтаны қолданып ағаштан ою ойған шебер еді. Ауылдағы үйленген қыздардың жасауына керекті сандық, қол жуғыш дегендерді қатырып жасайтын. Үйдің есік терезесінде сол жасайтын еңбек ақысынан негізінен арақ ішетін. Өзі 70-ші жылдары Сібірден келіпті деп еститінбіз. Ол кез келген үйге түнеп жүре беретін. Қай үйге жатса, сол үй оның астамағын мойнына алатын. Көбіне арақ ішіп жүретіндіктен біз балалар онымен байланыспайтынбыз. Ол көбінесе арақ ішіп көшеде жатып қала беретін. Сол татарды менің күміс әжем жақсы қараушы еді. Бұл әжем 1998 жылы Жамбыл облысының Шу ауданы Белбасар деген жерінде 102 жасқа жетіп, бала шағасының алдында қайтыс болды. Әжем атақты Ұзақ Батырдың туған жиені болатын. Елім шүйке деп отырушы еді. Сонымен әлгі татар көшеде жатып қалса, бізді арбамен жіберіп үйге алдырып, оған тамақ беріп, жуындырып, бәйек болып жататын. Есім кіре келе мен бұған назар аудара бастадым. Әжем неге қайдағы бір алқаш татарды сонша сыйлайды деп ойлап қоятынмын. Бұрын бірнеше рет сұрағанымда әжем шаруаң не деп жөнді жауап бермеді. Енді студент болғанда тағы бір сұрағанды жөн көрдім. Әже, осы алқаш татарды неге жақсы көресің? Төркін жағыңызға туыстық жақындығы бар ма еді деп сұрадым. Жоға қарағым, оның себебі басқаша. Мына сендердің тірі болып жер басып жүргендеріңе ертеде бір татардың септігі тиіп еді. Енді айтсаңшы қалай сонда? Бұл ұзақ әңгіме, жарайды айтайын, деп әжем бастады әңгімесін. Бұл оқиға атақты Ұзақ Батыр бастаған. Көтерілістен кейін патша әскерлері қазақ ауылдарына шабуылдар жасап жатқан кезде көзге қарай болған еді. Ұзақ Батыр сенің атаң Тұрысбек молданың жақын туысы болғандықтан біздің ауылда көтеріліске қатысқандар көп болды. Көбісі өліп кетті. Ішінде Нұрбек атаң да бар. Мені Нұрбектің інісі Қара таңға қосайын деп жатқан үлкендер. Солдаттар ана ауылда шауыпты, мына ауылды шауыпты деген хабар күнде келіп жан-жақтан. Біздің ауыл әні-міні көшемізде жатқан кез еді. Бір күні кешкі апа-сапақ мезгілде иығында мылтығы шошайған бір солдат шауып келіп, тура біздің үйге ат басын тіреді. Үйден атам да сыртқа шықты, ат дүбірін естіп. Солдатты көріп, бүкіл ауыл адамдары тұрған орындарында қалшиып қатыпты да қалыпты бір сәт. Солдат еңкейіп келіп атамның құлағына бір нәрсені сыбырлады да аттан түспестен кейін қара шаба жөнелді. Келген қандай тез болса, кеткені де сондай тез болды. Тұрысбек атам бүкіл аймаққа беделі бар имам еді. Атам айғай салып ауылдағыларды қасына шақырып алып былай деді. Мына келген қаладағы жекжатым, татар молдасының баласы, солдатта жүрген. Әкесінің тапсырмасымен қазақ ауылдарын осылай ескертіп жүр екен. Ауыл сыртында қырдың астында солдаттар келіп зеңбіректерін құрып жатыр. Ертең таң алдында ат құламақ көрінеді. Біз қазір көшуіміз керек, тездетіп жиналыңдар. Жүкті азан алдыңдар да тек аттарға ғана отырыңдар. Әл шаңырақ бір қойдан сойып, жолға шикідей алыңдар. Малдан тек жылқыларды аламыз. Басқасы қатты жүріске жарамайды. Жүк артқан бала-шаға, қатын-қалаш мінген аттарды жылқыға араластырып, қуып отырып, текестің жоғарғы жағына қарай тауға жетіп, сол жерден судан өтеміз арғы бетке. Сонда ғана аман қаламыз, деп бірақ тоқтады Тұрысбек атам. Сонымен не керек, әп-сәтте үйлер жығылып, теңдер буылып аттарға артылды. Әртенге бір бала, бір әйелден мінгестік. Сүтін пісірім уақытта бұл ауылдан көшіп кеттік. Отар-отар қой, ешкі, табын-табын сиыр, түйелерге қараған жан болған жоқ. Ерлер жағы біз мінген аттарды жылқыға су қосып қуа жөнелді. Мен ат үстінде отырғаным болмаса, аттың басына ие бола алмадым. Кейде аяқтарым қалың жылқының қыспағында қалады. Осы жортқаннан түнімен жортып, таң алдында текестің жоғарғы жағына тауға келіп қалдық. Енді тек текестен өту керек. Текестің тауға жақын жерінің ағысы тіпті сұмдық. Адам қарауға қорқынышты, арындап жатыр. Осы кезде атам шауып отырып жылқыны алдына шықты да
тоқтамай суға түсе беріңдер, бір алла жар болсын, деді де өзі судың арғы жарғы бет қабағына секіріп өзенге қарап отырып Құран оқи бастады. Қалың жылқының алды солы арыңдағы бетпен келіп суға тірелді. Тоқтау тіпті мүмкін емес еді. Жылқының алды суға түсіп, текестің суымен алысып кетіп барады. Жылқының орта тұсында адамдар мен жүктер артылған жылқылар да келіп суға түстік. Бір Аллаға жалбарынып, тіпті бір-бірімен қоштасып жатқандар да болды. Мен суға қарамауға тырыстым. Өзім алдымдағы жылқылар да болды. Көп төмендеп бара жатқанда алдығы арғы бетке шыға бастады. Осының өзі бізге үлкен демеу болды. Осылауша 1000-нан астам жылқы дүркіреген күйі үстіндегі адамдар мен жүкті арғы бетке алып өтті. Біраз құлынтайлар шаңыны болмаса, жылқының дені, адамдардың бәрі аман есен өттік. Атам ең соңғы жылқышыны суға түскенше Құран оқуын тоқтатқан жоқ. Ең соңынан атам өзі суға түсіп, жылқының артынан ол да аман өтті. Судан шыққандардың да соңынан атам шықты өзінің боз айғырымен. Біз судан ұзап кетпей жатып, арғы бетке солдаттар да жетті шапқылап. Олар келе сала аттар тізіліп ат үстінде тұра қалысты. Арт жақтарынан үздіксіз келіп жатыр. Бір солдат атпақ болып ат үстіне мылтығын көздей бастап еді, қасында тұрған бір қаба сақал оған қатты айғайлап ұрсып тастады. Анау дереу мылтығын иығына сала қойды. Солдаттар мұнша адамның қыруар жылқының мына аса өзеннен қалайша шығынсыз әрі жылдам өтіп кеткеніне таңқала қарап ұзақ тұрды. Кейінірек ел ішінде бүкіл ауыл текестен өтіп кеткенше Тұрысбек молда Құран оқып текестің суын тоқтатып тұрыпты деген аңыз тарады.